Ой, күшті отырыс болды. Әдемі отырдық. Біз сендерге қарап қатты қыздарымыз бар ғой. Ой, оны қоя берші. Біз сендерге қарап вообще танысамыз ба? Күштісіңдер сондай. Ой, рахмет. Осылай жиі келіп тұрсыңдар. Хорошо, рахмет. Қойды сұрайық мақсы. Жақсы, сау болыңдар, рахмет. Бәрі күшті болды. Күшті. Құтылдық ау әйтеуір. Келе береді қайта не айтпайды. Осы екеуі бір түрлі, вообще. Ужас та, ужас, Масқара. Ана Нұрқаның жайған дастархан көрдің ба? Там жоқ қой. Ой, Нұрқан қоя берсін, құшетті көрдің ба? Бұлт дейіп семір баған ғой. Үйінің бүкіл тамағын сол жейтін сияқты ғой. Келмейміз болды, кеттік қосын. Келмейміз. Келмейміз болды, кеттік. Негізі тревожный знактар көп, симптомдар көп негізі. Что, не істейміз? Вывод жасап отырмын қазір. Қиын, маған қиын болатын нәрсе. Мен сол үшін айтып жатырмын, ашылыңыз, айтыңыз, маған ұнамай жатырсыз деп айттым. Жақсы, күшті. Зарина, сіз жігіттің бойындағы қандай мінезіне или жігіттің жалпы онша емес қасиеттері мыналар деп айта аласыз? Төзе алмайсыз қай мінезіне? Мысалы, көп нәрсені ер азаматтар негізі өздері дұрыс табады деп ойлаймын, мысалы. Тек бір ғана қасиетін бір ретке келтіруге келмейтін сияқты. Өзінің силовой ерік күшіге басқара алмайтын жігіттер бар ғой. Қолынан келеді тренировка жасау, бірақ жасамайды. Қолынан келеді ақша табу, өз қабілеттерін шығару, оқу, мысалы даму, бірақ оны істемейді. Еріншектіктері сол бір жазылмайтын нәрсе сияқты да. Егер өзі прям бір деңгейде отбасы үшін, жақындарым үшін тырыспайтын болса, сол бір қасиет ұнамайды, талпынбайтын. Айгүл. Сау жеріміз бар осындағы? Иә. Топ бір? Ең бірінші. Әйтеуір топқа қоя беріңіз. Боқ ауыз боқтап сөйлейтін қыздарға. Қайта сылаймын. Топ бір қатысшы мен үшін. Мен сразу жүрегім айтынша. Мен сол үшін шығар, может, көп қыз таба бермеймін. Көп қызбен жұлдас қыз алмаймын. Короче, ұқтаса немесе болады ғой, сондай бір жаңағыдай шылым деген сияқты нәрсе көретін болсам, андай одноразовка болады ғой. Шынымен сразу қайтып қалады деп ойлаймын. Қанша жерден әдемі болса. Шынымен айтып жатсыз ба? Алдап жатқан жоқсыз? Мен істеймін алдап, не керек? Жоқ, именно қызға келгенде. Ұлдар алан жараса ғой. Жарасады? Неге жарасады? Ұлдар енді. Неге ол қыз осы дүниеге келгенде бөліну керек екен? Қыз деген ол анау бар ғой, прямой, может, жатырына әсер етуі мүмкін, бала туады, бала барады, жатыр ғой мысалға. Одан кішкене зияндау болады деген сияқты ғой. Әйтсе мен бөліну. Алмат, сіз электронный шылым дейміз ғой, электронный сондай дүниені. Электронный шылым? Жарайды, шылым шегет деп айтпай қойын енді, темекі деп артық кетпей қойын. Сондай электронный пайдаланатын қызды жақсы көріп қалсаңыз не істейсіз? Негізі дұрыс емес. Болмайды олай. Бірақ сіз жақсы көріп қалсаңыз? Жақсы көріп қалғанда да поймем қыз бала ғой, ана ғой болашақ. Мысалға ойлашы, мен баланы бесікте тербетіп отырған. Жоқ, сондай мысалы, сондай қызды жақсы көріп қалсаңыз, сіз ол қызды алмайтын қыз деп, бірақ онымен сөйлесе бересіз ба? Сөйлеспеуге тырысасың ғой, енді сөйлессең де енді қой деп айтасың ғой, ұят деген сияқты. Мен өзім жетпеймін, мен асып жатсың ба деп айтасың. Деп айтасыз. Ал кішкене балағат сөз айтатын қыздар? Балағат сөз айтатын негізі жаман, өте жаман нәрсе сол. Қыздың еркекке балағат сөз айтатын.